Так, балалар, бүгін жазған тест талдайтын боламыз. Тесттеріне қойдым. Бастай ал. Барлығымыз білеміз, квадрат пен түбірастас жойылады, иә. Квадрат пен түбірасты екеуі қысқарады. Квадрат пен түбір қысқарған кезде жауабы 3 плюс түбірасты 3. Мына жерде квадрат пен түбірасты қысқарған кезде ойлану керек болады. Бірінші үлкен сан жазу керек болады. Данный момент түбірасты 3 үлкен ба, немесе 2 үлкен ба деген сұрақ болады. Түбірасты қайсы үлкен екенін білу үшін екі жағын квадраттау керек болады. Екі жағына квадраттасам, 2-нің квадраты 4, түбірасы 3-тің квадраты 3 болады. 4 үлкен, демек 2 үлкен екен. Квадрат пен түбірасты жай ғана қысқарып қоймайды. Қысқарғаннан кейін бірінші үлкен сан жазылады, қыздар, жігіттер. 2, потом минус түбірасты 3. Так, түбірасты 3-тен азайдым, түбірасты 3-тен 0. 3-ке қосам 2-ні 5. Түбірасты мен квадрат қысқарған кезде просто қысқарып қоймайды. Қосу кезінде жарайды. Қосылғышының орнын ауыстырған мән өзгермейді ғой. Ал вот азайту кезінде бірінші үлкен сан жазу керек болады. Қайсы үлкен сан бірінші жазасыңдар, жауабы 5 болып тұр. Екінші есеп. Модуль. -2 модульден 2 болып шығады. Мынау 2 болып шығады. 2-ден астам 3-ті. -1. -1 модульден, сыртына модульдер. -1 модульден 1 болып шығады. 1-ден астам 4-ті. -3. -3 модульден 3 болып шығады екен. Жауабы 3. Келесі есеп. Формула бар. 1 плюс тангенс квадрат альфа тең болады 1 бөлінген косинус квадрат деген формула бар. 1 плюс котангенс квадрат деген 1 бөлінген синус квадрат деген формула бар. Осы жерден соң қолдану керек болып тұр. Міне мына формула не тұр? 1 плюс котангенс не жерде тұр? В итоге 1 бөлінген мына көмек формула қолданамыз. 1 бөлінген синус квадрат 2 альфа. Ну, альфа болса альфаны жазасыңдар. 2 альфа болса 2 альфаны жазасыңдар. Плюс 1 бөлінген сары формула тұр, мынаны қолданамыз. 1 бөлінген косинус квадрат 2 альфа. Сатылы бөлшек. Бөлшектің бөлімінде бөлшек болса, саты көтеріледі жоғарыға. Синус квадрат 2 альфаны бірге өтем. Синус квадрат 2 альфа. Астында бір жазбай ақ қойса болады. Қосылған косинус квадрат көтеріледі, сатылы бөлшек болып. Астында бір жазбай ақ қойсаңдар болады. Синус квадратқа қоссам косинус квадратты 1. Жауабы 1 екен. Формула білу керек. Қыздар, жігіттер, формула білу керек болып тұр. Келесі есеп. Өрнегін ықшамдаңыз дейді. Ортақ бөлім. Ортақ бөлім. X минус 2-ден бересіңдер. Бөлім X минус 2 да жоқ. Бердім. 6x квадрат. Мына тұрған минусты бетіп әдемілік көрсетіп қойыңызшы. Мына минус. Бұл бүкіл мына тұрған өрнекке әсер етеді. 6x өтем x-ке. 6x квадрат алдында минусы бар. Барлығының қате жүретін жері мынау. 6x өтем минус 2-ке минус 12x деп ойлап қалады. Жоқ. 6x өтем минус 2-ке минус 12, мұны алдындағы минуспен бірге плюс 12 болып кетеді. Ал ойлаңдар, қыздар, жігіттер, 6x квадраттан азайтам 6x квадратты 12x бөлінген x минус 2. Ең қызығы міне, бағана шатасқан кезде минус деген вариантты да беріп қояды. Мынау қате. Шатасқан кездегі вариантты да беріп қояды. Алдан қалып жүрмеңдер, қыздар, жігіттер. Енді де внимательно болу керек. Келесі түбірлердің көбейтіндісін табу дейді. Модульді ашқан кезде екі жағын плюс және минус деп қарайсыңдар, иә. Плюс 4 және минус 4. 4-ті бері тарттық, минус болып келеді. 4-ті бері тарттық, плюс болып келеді. Мына жерде коэффициент дискриминант ветпен жазса да болады. Көбейтсек минус 4 қоссақ 3 шығатын сандар. Минус 4 пен минус 1. 4 пен минус 1. Тем более көбейтіндісі сұрап тұр, көбейтіндісі минус 4 өзі болады. Немесе 4 пен минус 1-ден түбірлі шықты, көбейтсек минус 4. Мына жерге қарап айтсасы болады негізі. Келесі есеп. Екі санның қосындысы 57-ге тең. Варианттарды бәрін қосса 57 ма? Мына екеуін қоссақ 61 ма? 57 емес.
Бірінші сан екінші саннан жетіге артық. Жетіге артық па? Беске артық. Жетіге артық па? Иә. Жетіге артық па? Жоқ. Жауабы С. Дұрыс қой? 32-дің жетіге артық. Екеуін қоссақ, елу жеті. Жауабы С. Келесі. Функцияның туындысын табыңыз дейді. Білу керек зат. Синустың туындысы косинус болады. Косинустың туындысы минус синус болады. Тангенстің туындысы бір бөлінген косинус квадрат болады. Котангенстің туындысы минус бір бөлінген синус квадрат болады екен. Так, получается, минус 7. Синустың туындысы айттық, косинус болады. Мына жерге косинус деп жаза қойсыңдар. По формуле бұл формула. Синустың туындысы косинус болады, формула. Так, косинус минус 7 ма? Жоқ, минус 7 ма? Я минус 7 ма? Я. Астында минус 7 ма? Я. Дальше, плюс 2. Тангенс формуласы бір бөлінген косинус квадрат. Бір екіге көбейтіледі. Косинус квадрат. Жауабы С. Туынды формула білу керек қыздар жігіттер. Дальше. Үш бұрышты призманың биіктігі 12. Ал табан қабырғалар беріп қойыпты. Так, үш бұрышты призма. Ой, қазір. Не. 13, 14, 15, биіктігі 12. Көлемі табыңыз дейді. Көлемі формуласы бар. S табан H. Қыздар жігіттер табан аудандау көріп тұр. Табандау үшін герон А плюс Б плюс С бөлінген 2. Қосам бәрін. 13 плюс 14 плюс 15 бөлім 2-ге 21. С-тен болады бір астында герон 21 көбейтілген 21-ден асам 13-ті 8, 21-ден асам 14-ті 7, 21-ден асам 15-ті 6. Көбейтіп турасын шығарсам көбейтеміз 8-ге көбейтеміз 7-ге көбейтеміз 6-ға. Турасын шығарам 84. 84. Все формуласы 84. Биіктік бар ма? Бар. 84 өтем 12-ге 4, 2, 8 баяқ болу керек. 8, 8, 8. Жауабы да. Теңдеулер жүйесін шешіңіз. Біріншісін бөлік суретке, екіншісін бөлік суретке саласыздар. Бірінші деп шығармыз. Х квадрат кіші 25-тен. Қандай санның квадрат 25 болады? Плюс минус 5. Жауабы минус 5 пен плюс 5. Екі жауап шыққасы интервал. Үлкеннің таңбасы плюс, плюс минус плюс. Кіші 0-ден минус 4 болады. Екіншісі 36 минус х квадрат үлкенге тең 0-ден. Х-тің квадратын алып қаламыз. 36 плюс не қалдырамыз? Минус 36 болып барады. Екеуінде минус 1-ге өтесіңдер. Минус 1-ге өтем, себебі х үлкен дәрежені алда минус болмау керек. Минус 1-ге өтем, таңба өзгереді. Қыздар жігіттер бәрін білесіңдер уже. Минус 1-ге өткен кезде таңба өзгереді. Минус 1-ге өтем, 36 шығады. Қандай санның квадраты 36? Плюс минус 6. Теңі бар. Нүкте қойылады. 6 мына жерде, минус 6 мына жерде. Таңбасы. Мына қарасыңдар болады, немесе ең бастапқы қарасыңдар. Ең бастапқыда х-тің квадраты үлкен дәреже алдында тұрған таңба минус, плюс, минус, үлкен дейді. Плюстер қойсыңдар. 2 рет қойған аймақ. Үстіде асты қойылған жер. Үстіде асты қойылған жер минус 5-тен бастап 5-ге дейін. 5 қойылған ба, қойылмаған. Минус 5-тен бастап 5-ге дейін. Жауабы Б. Дальше. Теңдеу шешіңіз. Екі жағын квадраттау керек болып тұр. Себебі түбір құтылу үшін квадрат керек. Екі жағын квадраттайық. Квадрат пен түбір қысқарады. Х-тің 4 дәрежесі плюс 19 тең болады 10-ның квадраты 100. 19 лақтыра қойық.
Жүзден алсам 19-ды 81. Қандай санның төрттері 81 плюс минус 3. Түбірден құтылу үшін, түбір астынан құтылу үшін екі жағын квадраттадыңдар. Шектелген фигураның ауданын табыңыз дейді. Шектелген фигура деген сөз көрдіңдер ме? Бәрінен интеграл 5х минус х квадраттан 1 мен 4 аралығында интегралдаймыз. Интеграл дәрежеге бірді қосып соған бөлесіңдер. Сол дәрежеге бөлесіңдер. Дәрежесі 1, дәреже 1 досам, x-ін 1 дәрежене 1 досам, x квадрат бөлем 10 2-ге, дәрежесіне 1 досам, x куб бөлем 10 3-ге, дәрежесіне бөлесіңдер. 4 пен 1. Ең бірінші 4-ті қою керек, x-ің орнына. Бірінші 4-ті қойып шығайық. 4-тің квадраты 16, 16-ның өтем 5-ге. Так, 16, оны бөлем 2-ге, минус 4-тің кубы 64 бөлінген 3. Минус дейміз, кейін 1-ді қоямыз. Бірақ жақша қойдың ұмытпаңдар. 1-ді қоямыз. 1-дің 5 дәрежесі, 1-дің квадраты 1, 1-ді өтем 5-ге 5 бөлінген 2 минус 1-дің кубы 1 бөлінген 3. Осы жерден минус мынаған да әсер етеді. 5-ті 16 өтем 80 бөлем 2-ге 40. 40 минус 64 3-ге бөлмей тұра берсін, минус мынаған барады. Минус 5-ті 2 бөлем 2 жарым, минус пен минус плюс 1 бөлінген 3 бола қояды. 40-тан алсам 2 жарымда 37-де 5. Мынау ортақ бөлім бар екен, как раз міне ортақ бөлім мынада екеуінде бар. Ортақ бөлім жасалам 3 минус 64 плюс 1 минус 63. В итоге жауабы 63-ті 3-ге бөлеміз, жауабы 21. 37-тен 21 алсам 16,5. 16,5. Келесі есеп. Біріншіден шектелген фигураны одан түксе, қыздар жігіттер интеграл аласыңдар. И потом мәндерін қоя саласыңдар. Келесі есеп теңістігінің шешімі дейді. Косинустың бойынан өтірік шеңбер жасайық. Косинус мынау косинус минус 2-ден 1 минус 1 минус 2 минус 3 минус 2-ден 1 керек маған как раз. 90-ның қасында градус бұл 120 градус. 2 пи бөлінген 3. Енді үлкен дейді. Косинус үлкенсе үлкен жақ стрелка көрсетіп тұр. Үлкен жағына қарай бұрасыңдар. Стрелкаға қарай бұрасыңдар. Үлкен жаққа қарай кеттік. Жауабы 120, 90, 60, 45, 30, 0, 0-ден кейін астыға қарай кеттік. 0-ден астық жағында минус градустар. Минус 90, минус 120, минус 2 пи бөлінген 3. Косинуста плюс 2 пи болу керек. Бірінші кішкене жазамыз. 2 пи бөлінген 3 емес. Жауабы Д. Келесі. Координаталық сәуледе минус 3 пен координаталық сәуле А минус 3 пен Б 6 АБ кесіндісін ұзындық тап дейді. Мына 0-ге дейін етті бізде 3 сантиметр, мына яқта 6 сантиметр, общий 9 сантиметр. Координаталық сәуледе немесе АБЦ Б-дан астамыз, векторлы өтеміз, 6-тан астамыз минус 3-ті. Минус пен минус өсіп болып кетіпте 9-ып шығарса болады. Келесі. Туынды, опять же, қыздар жігіттер, туынды дәреже алда түседі. Бірге келмейді. Косинустың туындысы маған айтып кеткен. Косинустың туындысы бізде болады минус синус. Косинустың туындысы минус синус болады. И ішінен тағы туындау керек болады. 4х-ның туындысы 4. Күрделі туынды дейді, ішінен тағы туындау керек болады. Балалар, жауабы С. Дальше. 6 сантиметр болатын октаэдрдің бетінің одан тап. Октаэдр деген андай міне қыздар жігіттер. Оп, оп, оп.
не жаққа бүйтіп салайын қазір. ар жақ беті көрінбейді. Міне, бір жақ беті оның тең белгілі үшбұрыш, тең қабырғалы үшбұрыш. Бір жақ беті оның тең қабырғалы үшбұрыш. Барлық қабырғасы тең. Енді бетінің одан дейді, значит толық бет деген сөз. Білесіңдер. Bir жағын тауып алыңдар да, окта 8 бітіреді, 8 жағы бар. 1, 2, 3, ар жағында 4, и астына тоже 4, 1, 2, 3, 4, общий 8 жағы бар. Бір тал бүйір бетін тауып алайық. Тең қабырғалы үшбұрышты мен айтамын всегда. Қазанбас формуласы деймін. 4-тен түп асты 3 а квадрат деген формула. Біреуін тауып алып, 8-ге көбейте саламыз. 4-тен түп асты 3 а квадрат тауып алып, 8-ге көбейте саламыз. Толық беті. Давайте сразу көбейтейік, 8-ге екеуін қысқартсам, 2 жауабы 2 түп асты 3 а квадрат жауабы. Атты айдырдың толық бетін аударма. А деген бізде қабырғасы 6 берілген, 6-ны қоя салыңдар. 6-ның квадраты 36, 36-ны 2-ге өтем, 72 түп асты 3 шығады. Жауабы Б. Келесі есеп. Барлығын 7-ге келтірсе болады. 7-нің 4-тен 1 дәреже көбейтілген 7-нің төңкерем, дәрежеге минус шығады. Минус әрқайсысына әсер етеді. Минус 4х, минус барады да, плюс 5 болады. Анау төңкерем тоже дәрежеге бәрі минус әсер етеді. Минус 2х, минус 3 болып кетеді. Көбейту кезінде дәрежелері қосылады. 1 бөлінген 4, 1 4-ке бөлсем 0,25 минус 4х плюс 5. Міне, көбейту кезінде дәрежелерін біріктіріп жаздық. Міне, дәрежелер. Тең 7-нің минус 2х минус 3 дәрежесі. 7 мен 7 бірдей, тек дәрежелермен жұмыс жасайсыңдар. Сразу x'тер бір жаққа жинайық. Минус 2 мына жаққа плюс 2 болып келеді. Тең неге минус 3 тұр. 0,25-ке қосам 5-ті. 5,25, ол мына жаққа минус болып келеді. В итоге минус 4-ке 2-ні қоссақ минус 2х, минус 3 пен минус 5, минус 8,25. Минус пен минус 2 қысқарады. 8,25-те бөлеміз 2-ке, 4,125. Қарап тыңдап, асықпай қарап алсаңдар болады. Келесі есеп. Тригонометриялық жүйе, теңдеулер жүйесі. Это біреуін алып қалайық. Орын алмастырумен шығасыңдар. Қосуға келмейтін жерде. Пи бөлінген 2 минус альфа деп, x-тің орнына кеп қазір замена жасаймыз. X-тің орнына кеп пи бөлінген 2-ні қоямыз. Синус 2 x-тің орнына пи бөлінген 2 минус y-ті қойсақ. Так, 2 мынағанда көбейтеді, көбейтіледі. 2 мен 2 қысқарады. Пи қалып қалады. 2 мен y көтеміз, 2y. Тең 1. Так, пи кезінде аты өзгермейді. Помните, келтіру формуласы бар. Плюс, плюс, минус, минус. Синус плюс пи кезінде келем, аты өзгере ма? Өзгермейді. Синус болып қалады. Таңбасы артқа қайт дейді, міне минус дейді. Артқа қайтам, таңбасы плюс екен. Синусқа косинус қосу ол жерде формула жоқ, бірақ біз жаңадан қосымша бұрыш енгізу деген тақырып білеміз, иә. Бұл жерге келіп бәрін түп асты 2 бөлінген 2-ге бөліп жүремін, көбейтіп жүремін бәрін. Полына келіп мынаның бәрін түп асты 2 бөлінген 2-ге көбейтемін. Түп асты 2 бөлінген 2 синус, түп асты 2 бөлінген 2 косинус тең түп асты 2 бөлінген 2. Так, мына жерде бізде формулаға келтіру үшін плюс минуспен берілген косинустың формуласын келтірейік. Біріншіден косинус жазудан қыздар жігіттер. 2-ден түп асты 2 деген ол бізде таблицада 45 градус. Косинус 45 градусты береді. И косинус 2 альфаны жазып қояйын. Просто қосу болғаннан кейін қосылғышын орнына ауыстырғанмен мәні өзгермейді да. Бірінші мынаны жаздым, кейін мынаны жаздым. Плюс түп асты 2 бөлінген 2 деген ол таблицада бар, иә. Ол синус 45 градус. Пи бөлінген 4 синус 2y тең түп асты 2 бөлінген 2. В итоге формула болып тұр. Косинустың жатынный формуласы маған, саған деген. Плюс болса ол өтірікші минус болады. Түп асты 2 бөлінген 2. Косинус оң жаққа латырсақ. Кстати, орын ауыстырып алып, бізде бірінші y тұру керек.
А орын ауыстырсам алдында минус шығу керек, бірақ косинус ол минусты шығармайды. Так что спокойно орын ауыстыра берсек болады. Косинусты не қылып плюс минус 45 градус болады. Плюс 2 пи н. 2 тең болады плюс минус пи бөлінген 4. Мына минус пи бөлінген 4 не қылып тұрсам плюс болып барады оң жаққа қарай. И көбейтілген 2 бәріне бөлу болып барады. Көбейтілген 2 бәріне бөлу болып барады. Плюс минус пи бөлінген 8 плюс пи бөлінген 8 плюс пи н. Плюс минус тегінде ашып жазу керек болып тұр. Бір жағына плюспен қарайық, бір жағына минуспен қарайық. Мынау мен мынау жойып қояды, y тең болып тұр. 0 болып кетті, 0 жазып еді пи н. Y-те пи н деген вариант бар ма мына жақта? Жоқ. Y-те пи н деген бар ма? Бар екен мына вариант. Y-те мына жақта да бар екен. И Y-те мына жақта жоқ. Отпадает. B или C екен біреу. Мынаған байланысты болып тұр барлығы. Ортақ бөлім бар екен как раз. 8 пиге пиді қоссам 2 пи. 2 мен 8 қысырады. Y тең болды. 2-ге қысартамын. 2-ге қысартамын. 4 пи бөлінген 4 пи н. Y. Мынау X, мынау Y. Пи бөлінген 4. Пи н деген бар. Пи бөлінген 4 бар. X, Y. Пи бөлінген 4 па мынау? Жоқ. Жауабы С. X табуға да жоқ. Уақыт құртпай қойса болады. Жүргізілген жанаманың теңдеуі. Жанаманың теңдеуінің формуласы бір қыздар жігіттер. Жанама теңдеуде автоматический формула бар. F штрих x0 x минус x0 плюс fx0 деген формула бар. Сендерге штрихтен білесіңдер туынды алу керек болады мына жерден. Туынды аламыз бірінші. Туынды деген дәрежелі түседі, иә. 8x санның туындысы 0 болып кетеді. Туынды алып болғаннан кейін x0-ды әкеліп орнына қоясыңдар. 8-ді көтеремін минус 1-ге. Минус 8 шықты. Минус 8 деп басталу керек. Минус 8 басталмады, жоқ. b немесе d. Минус 8, жанама былай болады. Ертең болады. Минус 8, x минус x0. Алдында минуспен бірге бір минус. Плюс болып кетеді екен. И fx0. Ешқандай туындысыз, просто функцияны өзіне әкеп, x0 нөлді қоясыңдар. X0 минус 1, минус 1-ді қоямын. Минус 1-дің квадраты 1, 1-ді көтем 4-ке. 4 минус 2. Мына жауабы 2 шығып тұр екен. fx0, f'(x0) 8 болды. Мына бәрін қойып отыр міне. В итоге жақша ашамыз. Минус 8, x минус 8 плюс 2. Жауап минус 8x. 8-ден минус 8-де қосам 2-ді минус 6. Жауабы да. Келесі. АБЦ-ды дөңес төрт бұрышына шеңбер сырттай сызылған. СА-да 60, А-да 5. АБЦ бұрышы шеңбердің диаметріне тіреледі. Шеңбердің радиусын табыңыз дейді. Окей, диаметріне тіреледі деген зат ұсталып тұр негізі. Диаметріне тіреледі дейді. Давайте бүйтейік, шеңбер сызып қояйын. Диаметріне тіреймін қазір мен. Диаметріне әкеліп тіреймін. Именно АБЦ бұрышын. А, Б, С. А, Б, С. Қандай төртбұрыш? Дөңес, иә? Любой. Любой төртбұрыш. Ол параллельно емес па, өзіміз білеміз, без разницы. Міне. Мына жерде бар, значит, АБЦ-да сырттай сызылған шеңбер. САД дейді 60. САД мына жер 60. 60 САД 60. АБЦ мына жаққа 90-ға тірелген. Иә, АБЦ. Мына жерде қыздар жігіттер, қараңдар, диаметрге тірелген, бұл 180 градус центрлік бұрышы, осыған тірелген ішкі бұрыштар центрлік бұрыштың жартысына тең болады. Мында бір формула бар. Ішкі бұрыш деген бар. Ішкі бұрыш деген бар. Центрлік бұрыш деген бар. И ішкі бұрыш деген бар. Ішкі бұрыш. Үш жақтан алынады. Анау центрлік бұрыш. Енді қараңдар, ішкі бұрыш қанша градус болса, центрлік бұрыш одан всегда 2 есе үлкен болады. 2 альфа. Ішкі бұрыш қандай градус болса, центрлік бұрыш одан всегда 2 есе үлкен болады екен. Получается, центрлік бұрыш 180, ол неден 2 есе үлкен? 90-нан.
ол мына жаққа келіп тіреліп тұр. И мына жақта келіп мына д бұрышына келіп мынаған тіреліп тұр. мынау да 90 градус болды. И бізде не сұрап тұр? Радиусын сұрап тұр ма? 90 градус бар жерде бізде Пифагор теоремасы. Ады еще 5-ке тең дейді. Ады мына жақ 5 екен. Тем более мынаны қараңдар. 60, міне үш бұрыш тұрғандай. Аккуратно үш бұрыш берілген. Мына жағы 60, мына жағы 5, мына жағы 90. Мынау 90 бар жер тік бұрышты үш бұрыш қой. 90, 60, мына жағы 30 градус теоремасы бар. 30 градусқа қарсы жатқан к деді гипотенузаның жартысына тең. Гипотенуза 10 екен. Гипотенуза 10 ол автоматически шеңбердің диаметрі болып тұр, ал шеңбердің радиусы ол диаметрдің жартысына тең. 5-5-тен радиусы 5-ке тең. Мынаны бір қайталап көріндіруші балалар жарай ма? Дальше алғашқы төрт мүшесінің қосындысын табыңыз дейді. Мына жерде геометриялық прогрессия сияқты. Каждый раз 2-ге бөлініп тұр ғой. Минус 2-ге. Иә, минус 2-ге бөлініп тұр. Енді бұл жерде геометриялық прогрессия емес, былай қолмен ручной шыға салайықшы. Теріс дей ма? Теріс минуспен, иә. Бір каждый раз 2-ге бөлген. Так, 2-ге бөліп, бірді минус, бір минус, бір плюс, бір минус деп кете береді. Келесі 16-тан 1, келесі минус 32-ден 1, келесі 64-тен 1, келесі минус 128-ден 1. Төртеу ма? Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Как раз. Осыларды қоссау керек тұр. Бәрін қостамыз. Ортақ бөлімі 128, очевидно. Мынау сияқты что-то ортақ бөлім 128. 128 болу үшін 64-тен берем. 128 болу үшін 128-ді бөлем 8-ге. 16-тан берем. 128-ге 4-тен берем, неқа 1-ден берем. Минус 64, минус 16, минус 4, минус 1. Бәрін қосам. 64 болды. 16, 4, 1. 85. Бәрінің минус 85 бөлінген 128. Шынымен жауап болса керек. Векторлар арасындағы бұрыш. Формула. Геометрия. Косинус. Векторлар арасында бұрыш. Екі вектордың көбейтіндісін әр вектордың ұзындығына бөлесіңдер. Векторлар бірінші көбейтіп алу керек болады. Көбейт десе біріншімен біріншіні өтесіңдер. Көбейтесіңдер біріншімен біріншіні. Бірді өтем екіге. 2 плюс 0-ді өтем 1-ге. 0 и 2-ні өтем 0-ге. 0. Үстінде 2 шықты. Пока ответ жоқ. А векторының ұзындығы дейді. Ұзындық түбір асты Пифагор мегдесіне түбір асты а квадрат x квадрат плюс y квадрат плюс z квадрат. 2-ның квадраты 4 болады. 5 шықты. Бұның ұзындығы 2-ның квадраты 4, 1-дің квадраты 1 и 0-дің квадраты 0. Түбір асты 5 және түбір асты 5 шықты. 4 5-ті өтсек 5 шығады. 2-ні 5-ге 0,04. Бұрыш тұраса косинус жағына тұрамыз. Арк. Косинус 0,04. Жауабы А екен. Енді сәл оқушылар шаршап отыр ма деймін, болмай ше. Кеш болып кетті. Сендер үшін түсіріп тастайын деген ғой. Шаршап отырмын енді негізі біраз. Так, көп мүшенің бүтін түбірлерінің саны дейді. Мына группаға бөліп алайық мыналарды, подгруппаға. Барлығында x4 бар. x4-ті жақшан сыртында шығарып алайық. x2 минус x минус 2. Мұны итак дайын тұр ғой. x квадрат минус x минус 2. Нән қарандар? Тура осы тұр. Екеуден x квадрат минус x минус 2-ні жақшансына шығарып алсақ, x квадрат, x-тің 4 плюс 1. Түбірлері қашан болады? Түбірлері тең 0 деп 0-ге теңестіресіңдер. В итоге әр жақшаны 0-ге теңестіреміз. X квадрат минус x минус 2 тең 0, x4 плюс 1 тең 0. Мына жерден x4-дің дәрежесі минус 1 бола ма? Бола алмайды. Ана жерде ветпен жарсақ, көбейтсек минус 2, қоссақ минус 1 емес 1, 2 мен минус 1, 2 мен минус 1. Қанша түбір болды? Саны 2 мен минус 1. 1, 2, 2 жауап болды. Логарифм. Қосу кезінде логарифмдер
көбейтіледі. Х минус 2 мен х плюс 2 көбейтеміз. Логарифм 4х плюс 41. Логарифм 8 мен логарифм 8 қысқарсын. Мынау формула көбейтілген кезде. А минус ба плюс ба. А квадрат минус б квадрат. 4х бер жақ тартсақ минус 4х болып келеді. 41-ді не қылып лақтырамын, азат болып келеді. Минус 4 пен минус 41. Минус 45. Көбейтсек минус 45. Қоссақ минус 4 емес 4 болатын сандар. 9 бен минус 5. 9 бен минус 5 жауабы 9 бен минус 5 деп көп бала белгілеп қояды. Жоқ. Жауабын тексереміз. Сол минус деген жауап подозрительно. Х-ны минус қою керек ше. Минус 5 пен минус 2 минус 7 болады. Логарифм минусты қабылдай алмайды ғой қыздар жігіттер. Минус 5 пен 2-ні қоссақ минус 3. Логарифм минус қабылдай алмайды ғой. Значит жауабы 5-ті алмайсыңдар. Жай ғана 9 белгілейсіңдер. Мына жауап дұрыс. Мына жауап дұрыс. 9 деген жауап. Келесі. Суретте берілген теңсіздіктің шешімі дейді. Мына жерде мынау түзу. Түзу. Түзудің теңдеуі бар. Y тең болады. Kx плюс b. К-ның формуласы бар. Модульдегі x, y бөлінген x. Ол үшін сендер бір үшбұрыш қарап алу керек болады. Үшбұрыш қарасақ, міне бір үшбұрыш тұр. Хоп, хоп, хоп. Y бөлінген x бетінде. Y. Біз енді y-дің ұзындығы қандай? 4 сантиметр. X-ның ұзындығы неті 2 сантиметр. 4 тек көреміз 2 шықты. К-ның жауабы 2 екен. 2х деп басылады. Y 2х деп басылады. Жауап мынау емес, мынау емес. Енді қаңдар, функциямыз біздің кемімелі. Кеміп жатыр. Егер функциямыз кемімелі болса, к-ның алдына минус қойылады. Яғни к 0-ден кіші дейді. Жауап 2 шығып тұрса да минус 2 деп қарайсыңдар. Сосын қаншасына b деген қанша y өсі бойынша қай нүктеден өтіп тұр. Енді біздің взгляд бойынша примерно 8 ғой, или 7 ма. 8 деп тұр, екі вариантта 8 екен. Плюс 8. Енді ең қызығы, егер функциямыз біздің жирныймен беріліп тұрса, теңі бар. Егер пункттермен беріліп тұратын болса, теңі жоқ болатын еді. Жирный линиямен берілген, демек теңі бар. Одан кейін түзуден үстіңгі жағы боялған, не? Үстіңгі жағы ол үлкен жағы. Y үлкен болып тұр. Міне, үлкеніне тең. Жирный дегеннен осы болады. Үлкеніне тең деп. Мына вариантында тең жоқ, демек это бізде функция пункттермен болу керек еді. Бұл вариант келмейді. Теңі бар функция жирный болып тұр, жауабы д. Дальше интеграл бағана айтқанбыз, иә. Дәрежеге бірді қосып, соған бөлеміз. Дәрежесі бізде 6, бірді қосам 7, соған бөлем. Және де күрделі интеграл мынау. Күрделі. Неге? X-тің алдында коэффициент бар. Сол коэффициентке бөлесіңдер. 2-ке бөліп. Шыққан мәнге 1 мен 0-ды әкеп қоясыңдар. Так, 1-ді әкеп қой енді бірінші. 1-ді әкеп қоймыз. 1-ді 2, 1 2. 2-ден алсам 1-ді 1. 1-ге 7. Қайшаны 2 көбейтем ғой айтпақшы. 14 болып кетеді. Екеуі көбейтіліп. Кейін минус дейміз, 0-ды әкеп қоямыз. 0-ды көтем 2-ге. 0. Астын 1-ді минус 1. Минус 1-дің 7 дәрежесі. Минус 1-дің 7 дәрежесі минус 1 болады. Ол алдында минус пен 1-ге плюс болып кетеді. Ортақ бөлім бар. 1-ге қосам 1-де 2. 2 2-ге қысарады. 7-тен 1. 7-тен 1 деген жауап екен. Дальше контекст. Осы контекст қой, біраз адамдар ойланып жүрген қалай болады ағайын деп. Штрих-код дейді. Барлық тауар өндірушілер өз тауарына штрих-код енгізеді. EAN 8 штрих-коды 8 цифрдан тұрады. Соңғы цифры тексеруші цифр деп аталады. Алғашқы 3 цифр өндірушінің мемлекеті жайлы ақпарат береді, ал одан кейінгі 4 цифр өндіруші берген код. Ал соңғысы алдындағы 7 цифрға тәуелді шама болады. Мысалға,
штрих кодының тексеруші цифрын табайық дейді. Ол үшін тағы орындағы цифрларды қосып, әрқашан үшке көбейтеміз дейді. Тағы орын тұрған цифрлар 2, 5, 0, 1. 2, 5, 0, 1 қосып, үшке көбейтеміз дейді. 8, 24, дұрыс. жұп нөмірлі орындағы цифрларды қосып, алдыңғы пункттегі санға қосамыз. жұптар 2, 1, 0, 0. Алдыңғы пунктте сан қосты, 25 шықты. 25 санның соңғы цифры әрқашан 10-нан астамыз дейді. Пайда болған цифр, 25-дің соңғы цифры 5, 10-нан астамыз 5, пайда болған тексеруші цифр 5 дейді. Окей. Енді, егер алғашқы 7 цифр осындай болса, тексеруші цифр дейді. Так. Жетеу, е? Тексеруші ансап тұрген ғой. Окей, бірінші біз тағы орындағыларды қосып аламыз деп бағана, е? 2, 5, 1, 8. Үшке көтеміз. 10, мынайке қосам 10, мынайке қосам 6, 16. 16-ны көтем үшке, 48. Жұп орындағыларды 3, 7, 4. 3, 7, 4 қосам 14. Үші оған әкеп бағанағаны қосамыз еді 48-де. 50, 62. Соң қалған цифрды 16 түсеміз дейді. 8. Жауабы 8 екен. Келесі. Штрих кодының белгісіз Y цифрын табайық дейді. Окей. 1, 0. Қанша 0, 4, 0, 2, 3, 4. Y. 1, 1, 2, 3, 4. Y. 0, 1 дейді. Y табайық дейді. Мынау тексеруші цифр 1 екен. Жақсы, бірінші тағы орындағы цифрға қосып аламыз дедік. 1, 0, 0, 0. Бәрін қосам, 1 шықты. Көбейтеміз 3-ке деді. 3. Потом жұп орында, ой, тақты бетпейледім ал мен, 1, 0, 0, 0. Тағы жұп орындағыларды қосамыз. 0, 0, Y бәрін қосты. Потом болғаннан Y шықты. Бағанағы алдыңғы шыққан пунктте санды қостық. Осы саннан қосындыда шыққан санның соңғы цифрынан 10-нан астасына дейді. Так, азайтқан кезде бізде 1 шығу керек екен. Қыздар, жігіттер. Значит, 10-нан нені азайтамыз? 1 шығу. 9. Демек, нәбір тұрған санымыз біздің 9 шығу керек. Неге қосам 3-ті 9 шығады? 6-на. Қайттан бір қаранда дұрыс, асықпай. Түсінбейсіңдер, қайттан бір қарандар. 7, 1, 2, Т, 5, 1, 3, 4. Тексеруші цифр 4 болып тұрген. Тақтарын бірін қосамыз. 7, 2, 5, 3. Қостың 3-ке өтем. Тәңнан бәрін 17, 17-ні 3-ке өтеміз қазір. 51 ма? 51. Жұптарын қосамыз. 1, Т, 1. Дұрыс қой? Т плюс 2 шықты. Шыққан саннан еще осыған келіп бағана 51-ді қосамыз айтпақшы. Сөзі Т плюс 53 шығады. Сөзі 10-нан азайтсам бір нәрсені біздер тексеруші сан 4 шығу керек екен. Қандай? 6-ны. Демек, нәтиже шыққан санның соңғы цифры бір бәленбай 6 болу керек. 6 шығу үшін Т-ның орнына қандай сан қою керекпіз? 3-пен артылатын, е? 3 болса, 3-ке қосам 53-ті. 3 болса, 3-ке қосам 53-ті, 56 шығу жүрді. 3 демек. 1, 7, 3, 6, 1, 0, С, 7. Тексеруші сан 7 екен. Бірінші тағы орында тұрған сандар бәрін қосып аламыз. 1, 3, 1, С. Қосып 3-ке көбейтеді. Так, 4, 5. 3-ке көбейтейін. 15 плюс 3 С. Окей. Енді жұп орында тұрғандарды қосамыз. 7 плюс 6 плюс 0. 13 шығады. Оған алдыңғы пункттегі дейді. Оған 15 плюс 3-сіні қоссақ,
28 плюс 3 шығып тұр. Енді оннан азайтамыз. Бір нәрсені менде 7 шығу керек, тексеруші цифр. Значит, ол 3 болу керек. Монетта қосқаннан кейінгі сан 3-пен аяқталу керек болып тұр. Қандай сандар болуы мүмкін? Егер цның орнына бірді қоятын болсақ, 3 бір 3 қосам оған 28-ді 31 шығады. 3-пен аяқталып тұрған жоқ. Мынау атпадайды. 3 қойып көрейік. 3 үшім 9. Қоссам 7 мен 37 болады. 3-пен аяқталып тұр ма? Жоқ. 5 қойсам 28 плюс 3 бесім 15. Қоссам 43. 3-пен аяқталып тұр ма? Иә. Жауабы 5. Цымыз демек біздің 5 екен. Ц тең 5 болып тұр екен. Тағы да кеттік. Штрих кодта өндірушінің мемлекеті жайлы ақпарат беретін цифрлардың қосындысы 15. Алғашқы үш цифр өндірушінің мемлекеті жайлы ақпарат береді дейді. Окей. Үш цифр айтылмаған ба? А, Б, С дей салайық. Үш цифрды мемлекет жайлы. Өндірушінің беретін коды 3, 1, 0, 4 дей салайық. Тексеруші сан 5. 8 цифр шықты ма? 8 шықты. Тексерушіміз біздің 5 деп қояйық. Ал штрих-кодтағы екінші орында тұратын цифрдің барлық мүмкін мәндерін қосыңыз дейді. Окей, мынаны сұрап тұр екен, бұны сұрап тұр. Қыздар жігіттер, бұны сұрап тұр екен. Ақпарат А плюс Б плюс С это 15 деп жазып қойған екен. Окей, қоссақ 15 деген. Жақсы, бағана өзіміздің методқа кеттік енді. Бірінші тағы орнына тұрғандан бері қосамыз. 4. Бір. Ой, не болып кетті? С 1, 4. 1, 4 қосып 3-ке өтеміз. 3-ті өтем аға. 3 а. 3-ті өтеміз аға. 3 са. 5, 3-ке өтем 15 шықты. Жұп орнына тұрғандарды аламыз. Б плюс 3 плюс 0. Бұл Б плюс 3 шығады. Оған бағанағы сандар қосайды. 3а плюс 3с плюс 15 қосамыз. Сөзі 3а плюс 3с плюс Б и сандар тұр. 18. Дальше түк алмаймыз, түк алмаймыз. И тексеруші сан 5 па? Оннан азайтам бір бәлені, менде тексеруші сан шығу керек. 5-ті азайтам. Демек, мыналардың бәрінің қосындысы менде 5-пен аяқталу керек болып тұр. Қыздар жігіттер, потом это 3 тал белгісіз бітеміз енді жерден. Мына жердің пайда бәрінен баны шығарып, 3-ті шығарып алса болады сияқты, не қылғаныш? Мына екен 3-ті шығарып алуға болады сияқты. Мынадан да пайда 3-ті шығарып алуға болады сияқты. Баны өзін алып қылайын. Плюс 3-ті шығарып алайын. А плюс С плюсынан 3 шығып кетсе 6 қалады дейікші. Мына жерден А мен С-ның қосындысын табуға болады негізі. А мен С-ның қосындысы мына баны не қыла тұрайыншы. Ой. Міне. Бұны не қыла тұрсам 15 минус Б бола қалады. Б бола қалады. А мен С-ның орнына 15 минус Б деп қояйық. В итоге не болады мына жерде? Міне қарасайыншы. Б плюс 3 еселенген мынаның орнына 15 минус Б дейік. Плюс 6 тұрғасын. 15-ке қосам 6-ны. Қиындап кетті ол не кәдімгі. 15-ке қосам 6-ны. 21 минус Б. Жақшашайық. Оп. 63 минус 3 Б. Бұдан атсам 3-ті. Минус 2 Б плюс 63 шықты. В общем, қыздар жігіттер 5 бей атылатын сан шығарып қой. Бұның орнына қандай сандар болуы мүмкін? Кеттік ал. Бұның орнына цифр 1-ді қойып көрейік ал. 2 бірім. 2. Алды минус бар. 63-тен астам 1-ді қойсам. Сыймай жатыр не қояйын. Қандай цифр қойында? Бұның орнына 1-ді қойсам. Минус 2 плюс 63. 61 шықты. 5 бей атыла ма? Жоқ. Бұның орнына 2-ні қойсам. Минус 4 плюс 63. 59 шықпай қалды 5 бет. Бұның орнына 3-ті қойсам.
минус 6 плюс 63. 57 шықпайды. Бұның орнына 4 қойсам, минус 8 плюс 63. 55 шығып тұр. 2 азайып тұр ма қазір? 2, 2, 2. Тағы 2 азайып келесі. Бұның орнына 5-ті қойсам менде 53 болады. Одан кейін 51 болады. Одан кейін 49 болады. Одан кейін 47 ма? Одан кейін 45. Бұның орнына 5 қойсам 53. 6-ны қойсам 51. 7-ні қойсам 49. 8 қойсам 47 шығады. И бұның орнына 9 қойсам 45 шығады. Как раз маған 5 керек ретінде 5 пен аталып тұрған б бізде 4 болады, немесе б бізде 5 пен аталып тұрған 9 болады. Мүмкіндерін қос дейді. 9 мен 4 қосамыз. 13. Достойный есеппенен достойный. 13. Келесі. Так, m-нің формуласы бізде қыздар жігіттер минус b бөлінген 2a. n-нің формуласы минус b квадрат плюс 4ac бөлінген 4a. Формуласымыз минус b минус 3-ті так. Алдына минуспен бірге плюс 3 болып кетеді. Бөлеміз оны 2a-ға. 2 бөлім 2. 1 жарым. И это минус b квадрат. Минус 3 квадраты 9. Алдында минус формуладағы минус ол. Плюс 4ac бөлінген 4a. 8 болады. Минус 9 қосам 8 минус 1. Минус 1 бөлінген 4-ке минус 0,25. n-нің алдында минус тұр. Осы минус 1 минус плюс болып кетеді екен қыздар жігіттер. Келесі. Дөңгелектің ұзындығы, дөңгелекке ұзындығы 10 түбірасы 300 сантиметрге тең және диагоналі 10 енімен 60 градус бұрыш жасайтын тік бұрышты тік төрт бұрыш іштей сылған дөңгелекке екен ғой. Дөңгелекке тік төрт бұрыш іштей сылған. Оның ұзындығы 10 түбірасы 3 дейді. Диагоналі енімен 60 диагоналын жүресін. Монаяқ емес, бұл ұзындығымен, мынау енімен міне 60. Тік бұрышты үш бұрышты мынау 90, монаяқ 30. 30 градусқа қашықтың катет. Гипотенуза шарттатсаң, 30 градус термесі мынау бізде 10, мынаяқ 20 болып тұр екен. Неге? Қыздар жігіттер 30 градус деп қоймайды. 30 градус термесі. 30 градусқа қашықтың катет. А болды ма? Мынау 2а, мынау а түбірасты 3. Қыздар жігіттер бәрі білуі тиіс. 30 градус па? Мынаяқ 10 болса, мынаяқ 20, мынаяқ 10 түбірасты 3. Сол үшбұрыш міне. Не сұраған? Дөңгелектің диаметрі. Диаметр метр. Диаметрі 20. Тіктөртбұрышын ені дейді. Ені міне тұр. 10. Өрнегін стандарт түрге келтіріп сәйкестендіреді. Бірінші көйтіп алу керек болады. 0,16 x y квадратты көбейтеміз квадратқа. 5-тің квадраты 25, x-тің квадраты x квадрат, y6-тың квадраты. y6-ның қыздар жігіттер квадраты дәреженің сыртына дәреже, олар көбейтіледі. Көбейту кезінде 0,6-ны көтемін 25-ке. 15. X-тен 1 өтір, X-тен 2 өтір. Көбейту кезінде олар қосылады 3 болып кетеді. Y-тен 2 өтір, Y-тен 12 өтір. Көбейту кезінде олар қосылады 14 болып кетеді. Дәрежесі. Дәрежелі шашылып тұр міне. Общий 17 дәреже. Коэффициенті сан 15. Енді оңай екі болу енді. Так, мынау вет теоремасы. Екеуінің қосындысы дейді. Біз веттен білетін затын арындыш. X квадрат минус 2x минус 2 тең 0 болса, түбірлерінің көбейтіндісі минус 2-ні береді. Қосындысы мына наоборотын береді. 2-ні береді. Вот. Міне, қосындысы 2 болады. Минус көбейтіндісі
көбейтіндісі тоже минус. Ана орнына минус 2 болады екен. Сөйтсек мына минус пен а минус плюс болады да 4-ті береді. Ал олардың квадраттары дейді. Осы жерде қыздар жігіттер қараңдар. Олардың квадраттары дейді. Квадраттар керек болады. Қысқаша көту формуласына жүгіріп болады. А квадрат плюс 2 еселенген а б плюс б квадрат. Осы жерде міне көрдіңдер ме, бізге мыналар керек міне. Міне мына екеуі керек тұр. Мынау и мынау керек. Оларды оңаша алып қаламын. Мына 2х екіні не қалдырайыншы. Х1 квадрат қосылған х2 квадрат тең болады. Х1 мен х2-ның қосындысының квадратынан азайтамыз. 2 еселенген х1 мен х2. Осы жерден қыздар жігіттер формула шығып тұр. Мынаны табу үшін мынаны істеу керек болып тұр сендерге. Х1 мен х2-ні қоссақ, айтқанымыз ба 2 деп. 2 шығады, 2-нің квадраты 4 минус. Х пен х-ті көбейтсек, минус 2. Мұны алдында минус 2 мен көбейтсек, плюс 4 болады, жауабы 8 шығады. Бір асықпай қайталап көріп алыңдар есінше. Қай сұрақ келді өзі? 35. Вау. S-тің формуласы бар, арифметик прогрессия берілген. Сәйкесінше дейді. Окей, S-тің формуласы бар, қыздар жігіттер. Sn-нің формуласы бар. 2a1 n минус 1 көбейтілгенді бөлінген 2 көбейтілген n деген формула бар. Соған саласыңдар. S5-нің формуласы ал кеттік. 2a1 плюс n-нің орнына 5 тұр, қыздар жігіттер. n-нің орнына 5. n-нің орнына 5 қойып жазу керек болды. Жазайыншы. 5 минус 1 көбейтілген d жоғы. Сәлем отырға тұр екен. Осы жүрген жайық. Бөлінген 2 көбейтілген n-нің орнына 5 тұр. Тең 60 дейді. Окей. 2a1 қосылған 5-тен 1 жасам 4d тең бөлінген 2 не қалдырамын? Көбейту барады. 120, оны бөліп 5-ке. 2a1 плюс 4d тең болады 24 па? 120-ны бөлем 5-ке. 24. 24. Екінші S-тің формасы S8 жазайық. 2a1 плюс n минус 1 көбейтілгенді бөлінген 2 көбейтілген n тең 144. 2a1 қосылған 8-ін 1 жасамыз 7-ді. 2 мен 8 қысқартып жіберген 4 болады. 4 неға бөлу болып барады. 144 бөлінген 4-ке 31 ма? 36. 36 жатқан. Берілген 2 мәлімет бойынша теңдеулер жүйесі. 2a1 қосылған 7-ді, 2a1 қосылған 4-ді жүйе. Екені азат жүрейін. 3-ді 12 ма? 4. д 4-ке тең. д-ні сұрап тұрған жоқ, Окей, д 4-ке тең болса, любой біреуіне қосылайық. Не қойсылайық? А-ны табу үшін, не қайке қосылайық? 2a1 плюс д-ні орнына 4 қойып. 4 4-ім. 16 тең 24. 2a1 тең 16 не қатырам азат өп барады. 24-тен асам 16-ны 8a1 тең болып тұр. Бөлін 4-ке тең. Вау. a1 4-ке тең екен. n сұрап тұр ма? Ана бер қыпты. Сн бір қыпты. Осыған қолдан бір қып қазір. 2a1 қосылған n-1 көбейтілгенді бөлінген 2 көбейтілген n деген формасыламыз қазір. a1-ды бізде просто 2 4-ім 8 n-1 көбейтілген д-да бізде 4 болды башы. Бөлінген 2 көбейтілген n. Так, мына бөлінген 2 не қалдырамыз қазір? 8 плюс 4 өте мынағанда. Шашып болу жүрген, 4n минус 4. Шашамыз 4-ті 2-не көтеміз. 4n минус 4. Сыртында тағы бір n бар. Тең 624. n-ді көтейік ал. 4n-ді көтеменге 4n квадрат. 8 янстан 4-ті. 4, 3 n көтем 4n. И 624-ті бер жаққа кеп алайық.
барлығы төртке бөлінеді, төртке бөлінсе. N квадрат, N и 624 бөлінген төртке. 156. Мен екпен жарақайын. Көбейтсек, минус 156, қоссақ, бір емес, минус бір шығады. Ну, варианттары тұр. 156 10 емес, 156 12 бөлінеді. 156 бөлем 12, 13. Минус 13 пен 12, минус 13 пен 12. Жауабы n минус бола алмайды. n 12 екен. Қыздар, жігіттер бір қайталап өздерің асықпай қарап аласыңдар, жарай ма? Сәл бір қазір түсіндіріп отырсақ ұзақ болып кетеді. 8 плюс 12 плюс 5 дейді. Сыла шашылып тұр. 13 плюс 12. С 4 болсайды. 13-ті көбейтем 4-ке плюс 12. 13-ті көбейтем 4-ке плюс 12. 34. Ондай вариант жоқ, потому что 64-тің бөлгіштері 64 7-ге бөлінбейді, 6-ға бөлінбейді, 8-ге бөлінеді, 5-ге бөлінбейді, 4-ге бөлінеді, 9-ға бөлінбейді. Иә? Дұрыс қой, дұрыс. Келесі ең оңай есеп анау 8. Қызыршықта пиді бәріміз білеміз, иә? Пи деген ол 180 градус. 180-ді 3-ке бөлемін. 60, 480. F екен. Арифметика прогрессінің алғашқы n мүшесінің қосындысы. S деген сумма, S1 деген алғашқы бірінші мүше. S2 деген мысалға алғашқы екі мүшесінің қосындысы, жігіттер. Қыздар, жігіттер. n орнына 1-ді қойып көрсек, біз бірінші мүшені тауып алады екенбіз. 4 плюс 1 5. Прогрессияның бірінші мүшесі 5 екен. Келесі мүшесі. n орнына 2-ні қойып көрейікші. S2 тең болады. 4 көбейту. 2-ні қоямын. 2-нің квадраты 4 плюс 2. 16 қосам 2-ні 18. Монетті 18 шығады екен. Ойлаңдаршы, 5-ке қосам 1 бөлені 18 шығады. 13-ті. Екінші мүше 13. Бірінші мүшесін сұрап тұр екен. Бірінші мүшесі бізде 5 шықты. И айырымын сұрап тұр. Айырымы қаншаға артып жатыр? 8-ге артып жатыр. Келесі. Мына енді біз тану момент. Бұларға қарап тұрсаңыз, x нөлі 2, y нөлі 7 келіп тұрған сәтте. Жақсы қарасылайықшы. Так, логарифмді алып қосылайын. 6 мына жаққа келіп алайын, минус 6. И мына жаққа логарифмді алып тұрмын. Логарифм 2 негізі x. Логарифм мына жаққа лақтырдым, 6 мына жаққа лақтырдым. X алып қаламын. X тең. Логарифм болып лақтырсам, мынау 2-нің дәрежесі болып кетеді. 2-нің y минус 6 дәрежесі. Кет x нөлі болсын қоямын. Міне екінші теңдеуге x, y тең 2-нің 7 дәрежесі теңге x-тің орнына қоямын. 2-нің y минус 6 дәрежесінің сыртында тағы y бар. Дәреженің сыртында дәреже олар көбейтіледі. 2, y пен y көтем. Y квадрат минус 6y тең болады 2-нің 7 дәрежесі. 2 метр жойылады. Y квадрат минус 6y тең болып тұр. 7-ні бері көрейік сразу. Минус 7 болады. Минус 7 тең 0. Көбейтсек. Минус 7 қоссақ 6. 7 мен минус 1. 7 мен минус 1. X таушын орнына кеп қойсылайық. Мына жаққа. 7-ні кеп қойып, 7-тен астам 6-ны 1 болады. И екінші жауап минус 1-ді кеп қойсақ. Минус 1 минус 6 минус 7 шықты. Ол минус деген төңкереді. Екінші 128. В итоге екеуін бөліндіремін. Y бізде 7-ні бөлемін 2-ге. 3,5 бір жауап бар екен. Екінші минус 1-ді бөлемін маған. Минус 1 бөлінген 128-ге. Көтеріле сатылы бөлшекпен минус 128 шықты. 128-ге. Цилиндрде екі қима жастығы жүргізілген. Біреуі ось арқылы, екінші оське перпендикуляр.
пайда болған қималарын аудан ма? Мгм. ось арқылы дейді, яғни бүйтіп тортты кескенде кесесіңдер, қыздар жігіттер тортты кескенде кесесіңдер. ой мынау ұят болды ғой. Тортты кескенде кесіп деуге қолдайған. тура осыны кесесіңдер. Так, мындай зат шығады, мен төрт бұрыш жаттық, төрт бұрыш. Оның бір жағы сегіз, бір жағы уже білет, пифагор өткен балалар білесіңдер. Сегіз, он, аяғы алты, үш, төрт, бестен. Ауданы алты сегіздің 48. F. И тағы одан кейін өске перпендикуляр, яғни былайынан кесесіздер. Былайынан кесу керек, перпендикуляр дейді. Былайынан кесу керек болды. Мынау енді обманка, қыздар жігіттер. Былайынан кескен кезде, в общем, былайынан кескен кезде, в общем, тура, хоть былайынан кессеңдер де, тура табанымен бірдей фигура шығады ғой міне. Сіне просто шембердің ауданын табылса керек болып тұр. Шембер. Былайынан алты болса радиусы үш та. Шеңбердің радиусы үш болып тұр. Ауданы пи р квадрат. Пи радиусы үш. Үштің квадраты дейміз. Үштің квадраты 9 пи. Дұрыс қой, иә? Болды. 9 пи. Осымен талдау продуктивный болды деп ойлаймын. Егер бір нәрсе түсінбей қалсаңдар қайталап көре беріңдер, немесе сұраңдар. Сәл шаршап қалған сияқтымыз ше. Но талдау пайдалы болады деген ойдамын. Жақсы. Сау болыңдар.